Жалпы несие бойынша просрочка жасамау мүмкін емес. Сіз қанша жерден жұмыс жасасаңыз да, қанша жерден стабильно өмір сүрсеңіз де, өзі банктегі немесе микрокредит қаржы ұйымындағы несиені алған кезде просрочка жасамау мүмкін емес. Олардың схемасы өзі сондай. Кей кездері болады, адамдар жаңағы мен банктың ең күшті, ең керемет VIP клиентімін, мен ешқашан просрочка жасамағанмын деп айту мүмкін. Бірақ сіз бір кредитті жаңағыдай уақытында жабуыңыз мүмкін, екіншісін жабуыңыз мүмкін, бірақ үшіншісінде сіз міндетті түрде просрочкаға шығып қаласыз. Өйткені бұның схемасы сондай. Яғни бұл жерде сіз просрочкаға 2 күн шығып қаласыз ба, 10 күн шығып қаласыз ба, маңызды емес. Сол кезде банктың микрокредиттік қаржы ұйымының ең жаман, ең жаңағы сондай бір клиенті болып шыға келесіз. Сондықтан да бұл жерде просрочкаға шығып қалған жағдайда ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Тек қана белгілі бір заң бойынша жаңағы жасалыну керек схемалар бар, соның барлығын жасап отыратын болсаңыз, бұл жерде уайымдайтындай ештеңе жоқ. Жаңа коллекторлық компанияның жаңағы айтқан сөздерінің барлығына сеніп, жүгіріп, тағы да басқа жақтан қарызға ақша алып, бүкіл қарызды жауып тастауға тырысудың қажеті жоқ. Түсінем, жаңа айттым, кредит бойынша просрочка жасамау мүмкін емес, өйткені біз нарықтық экономикалық заманда өмір сүріп жатырмыз. Бұл жерде стабильный ештеңе жоқ. Сіз жұмысыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін, ауырып қалуыңыз мүмкін, немесе ДТП-ға түсіп қалатын, кей кездері адамдар қайтыс болып кететін жағдайлар болып жатады. Инфаркт, инсульт алып қалатын, комаға түсіп қалатын адамдар да болады. Сондықтан да адам болғасын, адам робот емес, неше түрлі өмірлік жағдайлар болып жатады. Ең бастысы сол жағдайлардан аман есен өтсеңіз, ары қарай несиені жалғастырып төлей беруге болады. Бір просрочка үшін қатты уайымдаудың қажеті жоқ.